Армысыз YouTube көрермен, түймедақтың денсаулыққа пайдасы. Түймедақ, ромашка өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданады. Сонымен қатар, оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, сусабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасына шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып, әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар, шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар да бар. Солардың бірі тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. Бір сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдау керек. Түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянатын боласыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігі мен валериана тамырының 4 бөлігін және тминнің 1 бөлігін алып, жақсылап араластыру қажет. Осыдан соң, осы шөптердің қосындысынан бір ас қасық алып, үстінен бір стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешке жарты стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шай қурай, дала қырық буыны, түймедақ гүлі мен қырмызы шөптерінен бір шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынған үстіне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі мен жөке ағашының 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны бір стакан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрегі ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар, іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін бір ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Ескерту: басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастау қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Құрметті көрермен, сізге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Ақпарат ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздер үшін жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.